ұмытуда Қазақстан тарихын меңгеру үшін тарихи деректерге сүйену керек екенін білдіңіз бе? Тарихи деректер 3 топқа бөлінеді. Ең бірінші топ ол археологиялық деректер. Яғни барлық археологиялық экспедициялар кезінде табылған қазба жұмыстары кезіндегі қоныстар, қалалар, қару-жарақтар, тас еңбек құралдары, міне осының бәрі бірінші топты құрайды. Ал екінші топты бұл жазба деректер құрайды. Жазба деректердің өзін біз бірнеше топқа бөліп қарастырсақ болады. Яғни Қытай деректері, орыс деректері, түрік деректері, Иран, парсы және көптеген жазба деректердің барлығында осы деректерге топқа қосамыз. Ал үшінші топты бұл этнологиялық деректер, яғни кезіндегі фольклорлық этнология кезінде табылған деректерді жатқызамыз. Бізге тарихи деректерді білу маңызды. Өйткені сол жерден біз нақты тарихи фактілерді, хронологияны аламыз. Егер де тереңірек білгіңіз келсе, маған қосылыңыз.